Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сабақты қызықты өткізуге арналған өте керемет бір платформамен таныстырып өтетін боламын. Яғни ол платформаның аты Educaplay деп аталады. Бұл платформа тегін білім беру ойындарының генераторы болып табылады. Осы сайттың сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерге кіріп, тіркеліп, осы сайтты сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Бұл сайтқа өзіңіздің Google аккаунтыңыз бойынша немесе почтаңыз арқылы тіркеліп алуға болады. Тіркелу өте оңай. Енді бұл сайтта не жасауға болады? Жоғары жақта New Activity деген бөлім бар. Соның үстіне бассаңыздар, қараңыздар. Сабақтарға арналған өте керемет ойынның түрлері бар. Егер сіздерде осындай ағылшын тілі болса, онда бос жерге барып, мышқаны оң жағын басу арқылы перевести на казахский немесе русский деп тілін ауыстырып алып жұмыстануға болады. Енді қазір осы жерден бір ойынның түрін алып, өзгерістер енгізіп қолданып көретін боламыз. Мына жерде Froggy Jumps деген ойын бар, яғни бақаның секіруі. Осыған өзгерістер енгізу үшін, қолдану үшін үстінен бір басамыз. Енді бізде осындай жарнама шығады, кішкене күтеміз. Кез келген ойынның түрін таңдап, өзгерістер енгізіп, сабақтарыңызда қолдансаңыздар өте керемет. Қараңыздар, бізде сұрақ жауап жазатын бетше ашылды. Енді сіздерде осындай ағылшын болса, бұл жерге барып, перевести на казахский деп қазақ тіліне ауыстырып алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, мына жерге сұрақты жазамыз. Сұрақты енгіз деген жерге бір байт неше кетсең? 10, 8 және 1 деп қояқ. Енді қараңыздар, егер дұрыс жауап болатын болса, мына жердегі X-тің үстінен 2 рет бассаңыздар, мына галочка осы жерге келіп түсетін болады. Қараңыздар, дұрыс жауабына. Осылай сұрақ жауаптарыңызды енгізіп шығасыздар. Енді тағы да сұрақтарды енгізу үшін add question деген бар, соның үстінен бассаңыздар, тағы да сұрақ жазатын бетше ашылатын болады. Осы жерге сұрағымызды жалғастырамыз. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі байт және 1 деп қояқ. Енді бізде қай жауабы дұрыс, соған галочканы осылай қоятын боламыз. Келесі сұраққа өту үшін add question'ды тағы басатын боламыз. Ағай жалғастырамыз. Ақпараттық процестерді зерттейтін ғылым. Физика, математика, информатика. Үстінен 2 рет басамыз. Сонда дұрыс жауабына келетін болады. Енді бір айтып кететін жағдай, жоғары жағында қараңыз. Option деген бар. Осы жерде настройкасы бар. Сразу жаңаға настройкаларын дұрыстап кетсеңіздер болады осы жерде. Әр сұраққа неше секунд беріледі, осылардың барлығын осы жерден дұрыстап кетсеңіздер болады. Енді бұл жерде сұрақ жауаптардың барлығын жазып болғаннан кейін, мына жерде 35 деген бар. Осы 100%-ға толғаннан кейін, жоғары жақта сіз жариялай аласыз осы сұрақтарды. Енді алдын ала қарау үшін біз мына көздің суретінің үстіне басамыз. Енді жаңағы ойынымызды жасаған сұрақ жауаптарымызды ойнап көретін боламыз. Неге начаттың үстіне басамыз. Мінекей оқушылар үшін өте қызықты. Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі. Мінекей, егер сұрақ жауап дұрыс болатын болса, осылай бақа секіретін болады. Ал егер дұрыс емес жауап беретін болса, онда бақа суды ішіп кететін болады осылай. Үшінші сұрағымыз шықты. Ақпараттық процестер зерттейтін болады. Өте керемет және қызықты сайттардың бірі. Оқушылар үшін өте қызықты. Осындай ойындарды сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Осы ұсынған видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отыратын боламын. Осындай пайдалы ақпараттарды өздеріңіздің достарыңызбен және әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.